Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін біз сіздермен осындай хит болып жатқан пирогтардың бірі восточный пирог жасайтын боламыз. Ол үшін ең алдымен ұнымызға шекерімізді, қопсытқышымызды салып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Одан соң үстіне тоңазытқыштан шыққан сары майымызды салып, жақсылап барлығын езіп, қолымызбен араластыратын боламыз. Мінекей жақсылап тұрып, ұн мен сары майымыз бірігуі қажет. Одан соң үстіне бір жұмыртқамызды салып, тағы да жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Мінекей қамырымды бірінші осылай жайып алып, одан соң формама салып, жақсылап тұрып жан-жағын тегістеп, әдемілеп шықтым. Начинкасына қалаған сухофруктыларыңызды салсаңыздар болады. Менде мейіз ортасының барлығын турап алдым, осылай әдемі көрінеді. Және кешью жаңғағы және тағы да өрік салдым. Мінекей барлығын осылай жақсылап салып алғаннан кейін үстіне сгущенка құйып, жақсылап тұрып тегістеп шығатын боламыз. Және де жаңағы қамырымыздың жан-жақтарын осылай кесіп, формасын түзілсеңіздер болады. Мінекей пирогымыз да пісіп шықты. Дәмі деген өте керемет, өте тез дайындалады. Жасап көріңіздер. Каналыма жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар.